Сәлем достар, сіздермен бірге Фариза Тоқсанбаева. Бүгін сіздерге видео шақыруға алтын түспен қалай жазуға болады, соны үйрететін боламын. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Как всегда, CapCut'та жұмыс істейтін боламыз. CapCut'ты ашып, кіреміз ішіне и любой өзіңізге ұнаған шаблонды аламыз. Мысалға мен дайын тұрған шаблонымды басып, соған кіретін боламын. Сіздер өзіңізге қандай керек, соны алып жұмыс істей берсеңіздер болады. Енді осы жерге жазуымызды жазамыз. Мендегі бұл уже клиентке жасаған шаблоным болатын. Мына асқа шақыру деген жазуға сіздерге алтын түске қалай айналдыруға болады, соны көрсететін боламын. Енді осы асқа шақыру деген үстін басамыз. Одан кейін осылай функцияларына кіреміз. И үшінші эффекті деп тұрғанды басамыз. Сол эффектінің ішінде алтын түстің эффектісі болады. Мінекей в тренде деген разделында тұрады. Үшінші болып тұр. Көрдіңіздер ме? Арт деген сарымен. Сол алтын түс қана келеді, басқалар келмейді. Максимально ұқсайтын алтын түс сол ғана. Шытырлақ сияқты золотистый блестящий фон бар ғой, ондай келмейді. Только осы ғана. И соның жанында тұрған, соны бассаңыз, ол серебристый цвет болады. Осы екі түсті пайдалансаңыздар болады шақыру жасаған кезде. Енді арғардай тағы эффектілерді қарап шықсаңыздар болады. Например, радужный түстер бар. Оны сіздер детский, балаларға шақыру билет жасаған кезде қолдансаңыздар болады. Ішін қарап шығыңыздар. Негізі күшті эффекттер бар. Соны на заметку алсаңыздар болады. Осы жерде мінеки бәрін қарап көрсетіп шығып жатырмын. Әдемі розовыйлар да бар екен, голубой, неше түрлісі. Осыларды автоматически таңдасаңыздар болады. Например, бізде шрифтқа кіріп, цветін таңдап, обводка жасап, солай істейміз ғой. Ал сіз бұл жерден кіріп, сразу автоматически таңдай салсаңыз, сол эффектке енеді. Мінекей менің видеом осындай болды, пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде лайк басып, қолдап қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.